Саламатсыздар ма, сырттай бөлім студенттері? Осы видео дәріс арқылы мен сіздерге Платон жүйесіне қалай кіруге және қалай пайдалануға болатындығын түсіндірем. Ол үшін ең алдымен колледж сайтына кіреміз, яғни aqtb-agk.kz. Осы сайттың жоғарғы бөлігінде орналасқан қосымша бөлігінен Платонус бөлігін таңдаймыз, қосымша менюінен. Яғни бізге осы адрес ашылады, яғни 88.204.181, яғни 8081 деген портымен. Осы араға сіз өзіңіздің номеріңізді енгізесіз және парольді енгізесіз. Жоғарғы бөлігінде сізге тілді таңдау болады, яғни бірден қай тілде жұмыс жасайсыз, сол тілді бірден таңдап кетуге болады. Мысалға сіз қазақ тілін таңдасаңыз, барлық экрандағы бөлік қазақша орналасады. Сондықтан ең бірінші бастамай тұрып, немесе ол бөлікті соңынан өзгертуге де болады. Сол үшін біз, яғни бұларда мысал ретінде бір адамның логин паролімен кіріп көреміз. Яғни пароль сақтауларыңыз болады, егер өздеріңіздің жеке компьютерлеріңіз болса. Содан кейін Платон жалпы бетінде не орналасады? Ең бетінде күн, уақыт, қазіргі уақыт және күн мезгілі, учебный аудитория, яғни бұда болатын пәндердің тізімі, жалпы лекциясы, практикасы, журнал, бізде журнал жүргізбейтін болғандықтан астыңғы бөлігін түсіндірейін. Яғни бірінші семестрде осы бізге 6 сабақ болады екен мына студентке. Яғни осы студенттер экзамен болатын болса, ертең экзамен алғаннан кейін бағалары мынарда көрініп тұрады сіздерге, экзамен бағалары және кім беретіндіктері осы пәннен жоғарғы бөлім жазылған. Одан кейін индивидуальный учебный план дейді, жеке жұмыс жоспары, яғни жеке жұмыс жоспары, яғни осы студенттің бұларды осы семестрге таңдап кетуге болады тек қана. Сол кезде осы семестрде болатын пәндері және қанша сағат оқитындығы және кім беретіндігі, лекция ма, практика ма, қорытынды бағалы, қорытынды контроль, яғни не болатындай. Мысалы қазақ тілінен, қазақ әдебиетінен соңында емтихан болады екен. Яғни содан кейінгі әрбір 6 сабақтың қарауға болады және екінші семестрде бізде қарайтын болсақ, екінші семестрде бізде осы араға шығады. Төменгі бөлігіне 4-ші семестрде қанша сағат екенді көрсі, немесе мұнан график учебный процесс арқылы қарауға болады. Ол үшін сіз мұнда көрсетілген бірінші сарамандық кестенің уақыты 9 желтоқсан мен 14 желтоқсан, екінші сіздегі ағымдық сессия 24 ақпан мен 5 наурыз аралығы. Яғни сіз әркім өзінікін осылай қарауына болады. Келесі бөлік сынақ кітапшасы. Бұл сынақ кітапшасында келесі, яғни жазда алған кітаптардың, емтихандардың бағалары түседі. Сынақ, емтихан, результаттары. Кейін сізге ертең оны ағымдық сессия біткеннен кейін осы бөліктен қарауыңызға болады. Яғни апелляция бөлігі, бұл сіздің емтихан уақытында қандай да бір емтиханнан қате кеткен сұрақ болса ғана апелляция беруге мүмкіндігіңіз болады. Содан кейін параметр авторизация деген бөлігі, ол бетте сіз өзіңізге берілген уақытша парольді жаңа парольға ауыстыруыңызға болады. Құпия сөзге анкетирование бөлік, яғни администрациядан жіберілген қандай да бір сауалнамаларға жауап беру бөлігі, УМК бөлігі, учебно-методический комплекс дейді. Сізге берілген пәндердің ішінде егер бар болса, мұғалімдер өздерінің әдістемелік құрамын салып қойған болса, осы арадан көрінеді. Немесе оны библиотекадан қарауға болады. Мен ол туралы толығырақ түсін тоқталам. Сообщение бөлігі, қандай да бір мына беттегі адамға сообщение жазаласын, кез келген қызметкерге, кез келген мұғалімге. Енді жоғарғы бөліне өтсек, негізгі бөліміз экранның оң жақ жоғарғы жағында, яғни осы бетті пайдаланушының аты жөні,
ол бетте бір басатын болсақ, оларда жаңағы хат жіберу немесе жаңағы парольді өзгерту құпиясыз. Сонымен қатар кітапхана бөлігі бар. Яғни қандай да бір пәндерден кітаптар қажет болса, оны кітапханадан іздеуге болады. Яғни ол кітапханада барлығы мысалға 44 кітап бар екен. Оның ішінде кітаптың екі түрі бар. Яғни электронды кітап, яғни жүктеп алуға болатын, және бумажный кітап. Яғни бумажный кітап біздің кітапханада бар екендігін біледі. Сондықтан сізге егер жүктеп алу, сіз қашықтан отырсаңыз, мысалы электронды кітапты жүктеп алғыңыз келсе, электронный вариант деген таңдайсыз типін, сосын сіз осы кітапты алып жүктеп download файл дейді, соны бассаңыз сізге осы файлды жүктеп алуға мүмкіндік береді. Сіз осы жүктеп алған әдістемелік құралды немесе кітапты өзіңіз оқуға мүмкіндігіңіз бар. Сонымен қатар ең негізгі бөлік ол сіздерге берілген, яғни орындап келуге берілген тапсырмалар. Яғни олар тапсырмалар ең басты бетте хат бөлігіне өтсеңіз, осы бөлікте орналасады міне. Яғни сізге берілген тапсырмалардың барлығы әрбір пәннен мұғалімнің аты жөні және кітап пәннің атауы тұрады, тема деген бөлік. Сізге осы бөлікке өтсеңіз, сізде оларда тапсырманың тапсырылу уақыты, орындау қашанға дейін және тапсырманың файлы тұрады. Сіз осы файлды басу арқылы сіз осы тапсырманы өзіңіздің компьютеріңізге сақталып алынған тапсырмаларды орындайсыз. Тапсырманың берілуіне сәйкес орындалған тапсырмаларды тапсырманың түріне сәйкес мұғалімге жеткізесіз немесе электронды түрде отправить етесіз.